Харун Рашидтің кезінде бір ақсақал болған екен да, үлкен ақсақал. Сөйтсе, ол үлкен ақсақал жеміс ағастарын егіп жүр екен, жеміс ағасы. Сөйтіп, жеміс ағасын егіп жүрген кезде Харун Рашид не істейді? Оны көріп қалады да, сосын әлгі ақсақалдан сұрайды: ей ақсақал, сен мынаның барлығын осынша жасқа келген кезде белің бүкшиіп егіп жүрсің. Ертең сен көп болса 1-2 жылдан кейін ана дүниеге кетесің. Мынаның қызығын көрмей кетесің ба депті. Одан да демалып жатпайсың ба деген ғой. Сөйтсе әлгі ақсақал айтқан екен: ей Харун Рашид, біздің алдымыздағы адамдар егіп кеткен талдың жемісін біз жедік қой. Енді біз еккен талдың жемісін бізден кейінгі келген болашақ ұрпақтарымыз жесін да деген екен. Сол кезде өзім рахатын көрмесем де, менен кейінгі келетіндер осының рахатын көрсін деген кезде Харун Рашид не істейді? Соған қатты риза болады да. Сөйтіп те қатты риза болып не істейді? Бір уыс алтын береді екен әлгі ақсақалға. Бір уыс алтынды алып тұрған кезде әлгі ақсақал айтады екен: Харун Рашид, көрдің ба? Менің бұл істеп жатқан еңбегімнің жемісі міне осы кезде көрдім ғой дейді екен. Жаңа көрдіңіз бе? Мен көрмейсің ғой бұның жемісін деген кезде не деді? Мен міне көріп жатырмын ғой осының жемісін дейді. Дәл сол сөзіне тағы риза болады да. Сөйтіп те Харун Рашид тағы бір уыс алтын береді анаған. Сол кезде әлгі ақсақал айтады: басқалардың еккен жемісі ағашы 1 жылда 1-ақ рет жеміс береді, ал менің еккен талым 1 жылда 2 рет жеміс береді деген екен да. 2 уыс алтын берген ғой. Сондықтан біз жемісін көрмесек те, біз еккен ағаштың, біз еккен талдың жемісін бізден кейінгі істеген ұрпақтарымыз көреді екен да. Өйткені өздеріңіз білесіздер, Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар: адам баласы дүниеден өткеннен кейін оның амалдары қиылады дейді. Амалдары қиылады да оның артынан 3 түрлі сауап барып тұрады дейді. Оның біріншісі садақатун жария. Үлкен жасалған садақалар. Көпір сал, мешіт сал, мектеп сал, соның ішіне мынау тал отырғызу, ағаш егу де кіреді екен да. Біз өмірден өтіп кеткеннен кейін біз еккен талдан біреу жемісін жеп жатса, оның көлеңкесінде тыныстап дем алып жатса, міне осының сауабы да біздің артымыздан барып тұрады екен. Одан кейін екіншісі пайдалы берген ілім, үшіншісі салиқалы ұрпақтың дұғасы дедік. Көрдіңіздер ме? Міне осы нәрсені біз иншалла қаперімізде ұстап ешқашан естімеуіміз керек, ұмытпауымыз керек екен.